Апай, кешіріңізші. Апай, беріңізші дәптерімді, өтініш. Енді қайталанбайды, апай. Отыр, Батыр. Сабақ біткен соң аласың. Келгеніме 2 апта болды. Бір рет сабақ айтпадың. Күніге кешігіп келесің. Сабақтың үстінде бірдеңелерді ойлап, ұйықтап отырасың. Тағы да директордың алдына барғың келіп отыр ма? Жоқ. Ал енді берілген тапсырманы орында. Ал балалар, дәптерімізді ашып, шығармаларыңды жазыңдар. Менің өмірім тамаша еді. Ал арманым одан да көп болатын. Уақыт ұрлап барады ажарыңды, ана сенің өмірің ғажап үлгі. Өткен күнге отырсың шүкір айтып, құтқа балап кешкен мұң. Бірақ бәрі су сепкендей басылды. Азабыңды сын жақтарда қалған жоқ шүгін болам, жаныма ана сенің жырың қуам. Кеше біздер бал еді, түсінбеппіз, түсін алмай жүрек. Менің жағдайымды кім түсінеді? Кімге айтам жағдайымды? Жандосқа айтайын десем, ол түсінбейді. Жанарға айтайын десем, оған әлсіз болып көрінгім келмейді. Ал Нартай мазақтайды. Аға, Батыр өз балаңыздай бола алмайды білем. Бірақ сізден өтінерім, оны балалар үйіне бермей, өз балаларыңыздың жанында жүре берсінші. Сен олай ойымға салынба. Әлі ақ жазылып, Батырдың үйлену тойында төрде отыратын боласың. Мен олай өзімді алдағым келмейді. Өз қолыма алып, ойымды. Сын жақтарда қалған жоқ шүгін болам, жаныма ана сен. Анам өмірден өткен соң, мен үшін өмірдің мәні қалмады. Анамды тек түсімде көретін болдым. Кейде армандаймын, анамды түсімде көрген бойда сол күй оянбай кетсем екен деп. Ал оянып кетсем, қатты өкінем. Шіркін ай, өмірде анам бір рет құлыным деп айтқанын естісем ғой. Сіз қайдарсың кешігіп?